Мен бүгін тағдырдың бұйрығы менен, ел жұртымдың еркі менен алдыңарда тұрып, баш мыйзамға, конституцияға қол қойдым. Сілердің ар біріңерге, жаш қары дебей, ар бір уыл қызыбызға қайрылып жатамын. Қырғызстандың аймақтық бүтіндігіне жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуяларга күбө болдук. Тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлдү. Ушул окуялардын жүрүшүндө курман болгондордун жакындарына көңүл айтамын жана ушуга байланыштуу 1 минутта аза күтүү сунуштаймын.